Ассалаумағалейкум қадірлі көрермендер, Алматы телеарнасының эфирінде кешкі қонақ бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, актер Бақтияр Қожа мырза. Бақтияр Қожа 1957 жылы Өзбекстанның орталық Шыршық өңірінде дүниеге келді. Балалық балғын шағын сол өлкеде өткізеді. Өнердегі алғашқы қадамын Қызылорда өңірінде Жаңақорған ауданында көркем өнерпаздар ұжымында бастайды. Өнер қуып Алматыға келген ол Мұхтар Әуезов атындағы театрдың актерлық студиясына аяқтаған соң 1980 жылы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жас өспірімдер театрының актерлық құрамына қабылданады. Олай болса, бүгінгі мейманымызды құрметпен қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, Бақтияр аға. Уағалейкумассалам. Келіңіз жайғасыңыз. Өзбекстанда тудыңыз. Сонда балалық шағыңыз сонда өтті. Иә, Өзбекстанда тудым. Жалпы жиі барып тұрасыз ба? Ағайын туысқандар сол жақта ма? Жиі барам деп айта алмаймын, өйткені қазір жұмыс бабымен шоуда барып келуде о жағында шетел болды ғой. Сіз үшін шетел болып кетті? Шетел болып кетті біз үшін, иә. Қазақстан мен Өзбекстанның арамға қатынасы жақсы, бірақ та енді барып келу, өту, шығу кейбір кезде қиындыққа соғады. Жылында бір барам. Өйткені әке-шешем сол жерленген ғой. Сол жақта жерленгеннен кейін барып Құран бағыштап, бастарына барып Құран оқып, сөйтіп қайтамыз әйтеуір. Қанша ағайынсыз? Біз негізінде 6 болғанбыз, қазір 5-еуміз қалдық. Інім бір жаман ауруынан қайтыс болды. Сол жақта ма бауырларыңыз? Бәріңіз келдіңіздер ме? Жоқ, үлкен ағам Дәулет сол жақта. Ылғи күлет дәуке бұлай көшсеңіз Қазақстан жаққа. Жоқ, мына кемпір шалды кім қарауылдайды деп ол. Мен қарауылдамын дейді. Сосын қарындасым бар, Гүлнар деген. Сол екеуі ғана, тағы да екінші ағам бар, Құрбан Қожа. Ол Жетісайда. Баян жеңгемізбен, мен Алматыда, інім Шымкентте тұрып еді, ол қайтыс болды. Зухра әпкеміз Жаңақорғанда, Қожакент деген жерде. Сол жақта күйеуімен тұрып жатыр. Жақсы, тамаша екен. Жалпы балалық шағыңыз Өзбекстанда қалай өтті? Тұрмыс ұқсас па? Мен негізінде орыс мектебінде оқыдым. Білетін екі тіл болды, орысша және өзбекше. Қазақша білмейтін бе едіңіз? Қазақша білмейтінмін. Қанша жасыңызда үйрендіңіз? Мен сол 10-ды бітіргеннен кейін әртіс болам деп әке-шешемді қатты қинадым. Олар жібермейміз деді. Содан кейін Өзбекстанның театральныйға барып, оған түсе алмадым. Өйткені мен өзбекше жетік білемін деп ойласам да, бірақ та жетік білмейді екен. Әдеби тілде. Иә, әдеби тілінде. Сондықтан да ол тілмен кішкене не болды. Шорқақтау болғаннан кейін олар алмады. Енді мен барғаным, арманым және барғаным сол актер болу. Өзбекше, орысша ма білмеймін, әйтеуір. Қандай театрда жұмыс істесем де, әйтеуір актер болу. Өйткені орысша білемін, өзбекше білемін, маған бәрібір еді. Содан кейін оған түсе алмағаннан кейін мен арманым Алматыға келіп, Алматыға түсу. Алматыға 2 рет түсе алмай кеттім. Өйткені мен Жаңақорғанға барып, сол жақта Дом культурада жұмыс істеп, Зав автоклуб, содан кейін Экспресс деген ансамбль болды, соның конференциясы болдым. Жағалап жүріп кірдіңіз. О жақта мен бөлелерім тұрады, сол бөлелерімді үйінде тұрып, сол Дом культурада биоқыздар айды қойды, мен Сұлтан рөлін ойнадым, сомдадым. Сөйтіп, сол совхозы бар, күріш жер ғой, күрішті жер. Сол қаншама совхоз бар, колхоз бар, бәрін аралап, сөйтіп концерт қоятым. Сосын Бибажар Махамбетова бар ғой, сол екеуміз, әнші. Сол екеуміз біз сол кезде ол да істейді, Забапта клуб, мен де сол Забапта клуб. Ол енді әнші, домбырамен ән айтады, біз спектакль. Спектакльден кейін мен жүргізем, олар ән айтатын. Сөйтіп Манап Көкөніп, баяғыда білесіздер ғой, үлкен ақын, талаптың азаматы. Сол ағамыз бар, басқалар бар. Сөйтіп, мен қазақша үйреніп, Алматыға келсем, сөйтсем, мен қабылдамады. Ол кезде де тілдің мәселесі болды ма? Иә, тілдің мәселесі болды.
ол кезде Хадиша Бөкеева апамыз, Шолпан Жандарбекова апаларымыз қабылдайтын. Қатаң болатын, өте қатаң болатын. Өйткені актер болам деген қыз жігіттер өте көп болды. Сол кейін әскерге кеттім. Әскерге барып 2 жыл отанға қызмет жасадым. Ол кезде Совет өкіметі ғой енді. Сосын 2 жылдан кейін тағы да келдім де, қабылдау күніне кешігіп келдім. Сонда Шолпан апам емтиханнан шығып келе жатыр екен. Мен Аққайдың астында тұрым. Ой, балақай деп, бері кел. Сен осыдан қашан келіп едің? Түсіп едің ғой? Иә, түсе алмай кеткем. Енді не алып тұрсың? Мен тағы да келдім. Ой, кешігіп қалдың ғой. Өтіп кетті ғой емтихандар. Енді не істеймін? Тұрмын сол. Есінде қалған болып тұрсыз ғой? Иә, көрдіңіз бе? 2 жыл өтіп кетті. Мен әскерге барып келдім ғой. Сол 2 жылдан кейін кездесіп жатырмыз. Ол кісінің есте сақтау қабілетінің мықтылығы ма екен, әлде сіздің актерлық шеберлігіңіздің? Жоқ, қайдағы шеберлік, Құдай-ау, біз енді әскерге барып. Ол кісінің мықтылығы болып тұр. Иә, ол кісінің мықтылығы болып тұр ғой. Көреғардікі. Бұл ана бір көргеннен қабылдап түсе алмаған, кейін келесі жылы, болмасам 2 жылдан кейін тағы да сөйтіп дайындалып келе береміз ғой біз енді. Уақытымыз келгенше, анау жасымыз өтпегенше. Сөйтіп мен келіп кешіп қалдым да, Шолпан апам айтты, ай сен онда бүйт деді. Мына қазір театрға бар деді, Мұхтар Әуезов драма театрына бар да, ол жерде 2 жылдық студия бар деді. Соған қазір қабылдау болып жатыр деді. Сол барып, марқұм Райымбек ағамыз бар, қазіргі Сәбит ағамыз бар, Асакеңдер, Сәбир апалар, ол кезде сомдаған кәдімді, үлкен кәдімдей тұлғалар отырды. Министерство культурадан орыстарымыз бар, солар енді қабылдап отырды. Емтиханда мен тағы да марқұм Бәйтен ағам барып, ол кәдімдей ортада отырды мен есімде. Сөйтіп бәрін оқып бердім де, тағы да тілге тиісті Бәйтен ағам. Ой, айналайын, сен қазақ театрында жұмыс істейсің ғой, мынау тілің болмайды ғой. Сен деп жаңағы мен сол кезде білбеймін қалай айтып қалғанымды. Енді соншалықты ынтам болды ма, әлде актер болуға арман болды ма, әлде мына театрда жұмыс істесем екен деген бір ниет болды ма, білмеймін әйтеуір. Қолымды былай қойдым да, мен сіздерге комсомолның атымен ант етемін. Уәде беремін. Уәде беремін. Мен қазақша 2 жылда үйренем деп. Соналар күлді. Оның үстінен неше жыл түспей кеткеніңіз бар? Иә, ол бар тағы да. Артта тағы да анандай жылдар бар. Өкініш, қабай әттеген бар. Содан кейін олар күлді, жарайды бара беріп боссың деп сөйледі. Ойбай, қап мен тағы да түспедім деп, жылап, еңіреп. Не істеймін енді тағы да. Нешеде сол кезде? Ол кезде әскерден кейін енді мен 20-дан астым ғой. Содан оқуға түстіңіз? Хабарын естідіңіз? Жоқ, содан кейін тұрдықта қабарлады, менің фамилиямды қабарлап айтты. 4 деді, дедім. Қалған емтихандар енді ол тапсыру оңайға. Қазіргі уақытта тіліңізден кінәратсыз дейтін адамдар бар ма? Білмеймін, қазір... Қазақшаңыз бен өзбекшеңіз қалай? Керісінше өзбекшеңізді ұмытып қалған шығарсыз? Иә, оны кішкене есте бір бар енді, сақтап қалған. Сөздер бар, мәмілеміз бар дегендей жаңа сол. Ал бірақта қазіргі егер өзбекше сөйлесетін болсам, ол мен түсінбеуі де мүмкін. Арманды айта берсе орындалады деп жүріп, ақыры өзіңіздің студент кезіңізде жаттаған монологтарын жаттап өскен актерлықтың үлкен арманы Гамлетті орындап шықтыңыз ана бір жылдар. 3-4 жыл уақыт өтіп кетті ау деймін. Иә. Одан кейін Король Лиді сомдасам деген арманыңызды айттыңыз. Иә, қазіргі армандарыңыз қалай? Актерлық армандарыңыз? Адам армандайды екен, бірақ ол арман орындалмау Алланың қолында ғой бәрібір. Біз енді айтамызды қоямыз, бірақ та соған бірақ та тырысып жұмыс істесең, сол ойынан шықпаса, сонан кейін сол жолын тауып, кәдімгідей соған дайындалып, өзіңше дайындалып. Мен мысалы Гамлеттің ала салды, мені бола салды деп ол айта алмаймын оны. Өйткені мен Гамлетке өзімше жеке дайындалдым.
монологтары бар, басқасы бар, корольмен, шешесімен, Гертрудамен сөйлесуі. Сол өзім жай ғана дайындалып жүрген. Сонан кейін Юрий Иванович Ханинга Бекназар осындай бір ұсыныс жасады. Бақтияр, мен естуімше сенің осы Гамлетке бір дайындығың бар екен іштей. Кел көрейік. Ойбай, әрине, ол менің арманым ғой. Сол, сөйтіп Юрий Иванович мен бар, Юрий Иванович бар, біраз актерлар бар, қыздар бар, Азамат бар, сатып алды, баяндар бар, сол бәріміз дайындалып сөйтіп жүргенде сол спектакльдің енді Юрий Иванович Ханинга Бекназар ерекше қойды оны. Біз енді баяғыда емес, біздің кигеніміз де, жүріс-тұрысымыз да, мына сөз саптауымыз да, бір-бірімізге айтысымыз да, не болмасам эмоцияға қойылған. Юрий Иванович Ханинга Бекназар өзі бүйтіп айтады. Менің ата-бабам шаман болған дейді. Якуттар болған дейді. Сондықтан мен өте эмоцияны жақсы көретін адаммын. Мына Қазақстанға келіп, сіңіп кеткен сондықтан, өйткені сендер өте эмоциональный халықсыңдар дейді. Мына эмоцияны жасырмайсыңдар. Айтам десең айтасыңдар. Мына не болмасам жақсылап тұрып, ана айтыс сендерде дейді, кәдімгідей дейді. Сондықтан да өнер бар. Халық сөйтіп маған сеніп берді. Сенімін ақтап бір 5-6-7 жылай ойнадым. Содан кейін ол енді жас келгеннен кейін енді артымызда азаматтар бар бүйтіп тіресіп тұрған. Сондықтан да азаматқа өзіне тапсырдым, мәдеп. Енді ары қарай өзің алып кетті. Бірақ та арманым орындалды. Енді шыны керек, ол театр сахнасында шоқтағы биік қойылымдардың бірі болды ғой? Әрине. Гамлет демекші, пьесасын оқыған адамдарға Гамлет бір сұсты адамның бейнесін қалдырады. Сіз оны керісінше жанашыр қып, сондай қырын көрсеттіңіз. Жалпы демек, мына театрда драматург, актер, ол пьесадағы кейіпкерлердің характерін өзгертіп бере алатынға құқы болғаны ғой? Әрине. Режиссердің де, әсіресе режиссер, біз енді актерлар бағынышты халықпыз ғой. Өйткені мына режиссер болсын, драматург болсын, олар қалай жазады, бізге дайындап береді. Ол да кәдімгідей күн-түн ұйықтамай оны жазды ғой. Оны шығарды ғой. Ол да тұлға ғой кәдімгідей, көрдіңіз ба? Сондықтан да режиссердің өзінің осында құқысы бар, бізге қарағанда. Біздің құқымыз спорласу режиссермен. Мына жерде дұрыс, мына жерде бұрыс, мен мына жерде былай түсінем. Сіз қалай ойлайсыз деп кәдімгідей. Талқылайсыз, талқылаймыз, әрине. Онсыз болмайды. Енді онсыз болмайды. Ойбай, режиссер айтты, бітті, осы заң деп жоқ. Ондай бізде театрда жоқ. Әрине, әр режиссер, әр актермен салысу керек. Әйтпесе болмайды оны. Мына жұмыла істеген жұмыс қой бұл, драматург, режиссер, и актер. Ұжым ғой бұл, көрдіңіз ба? Сондықтан онсыз болмайды. Енді актер сахнасындағы арманым орындалды деп отырсыз. Кинодашы, өзіңіздің жалпы актерлық қырыңызды қазіргі қазақ киносында сынап көру, рөлдерді сомдау? Жоқ, кино қиындау. Арман деген орындалды ма, жоқ па деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол қиындау. Өйткені кино ол бізді шақырады. Біз сол таңдаудан өтсек, талдаудан сонда ғана түсеміз, көрдіңіз ба? Тағы да біз тәуелдіміз. Кімге? Режиссерға, продюсерге, сол жерде қабылдап жатқан адамдарға тәуелдіміз. Өтеміз бе, өтпейміз бе, бір Алла біледі оны. Ал өтсек, құдайға шүкір, әйтеуір жұмысым бар ғой деп, мына жақтан театрмен тағы да келісесің, ойбай, мынандай киноға өтіп едім, жіберіңіздерші. Сөйтіп, әйтеуір мына күндерімізді, бірақ нұсқан келтірмейміз. Нұсқан келтіру театрға ол мұндай жоқ бізде. Өйткені бірінші орында әрине театр. Ал кино, телевидение, екінші, үшінші орында. Өйткені біздің нан тауып жатқан жеріміз, істеп жатқан жеріміз кәдімгі сол театр ғой. Көрдіңіз бе? Театрдағы қойылымдар бірнеше жанрдан тұрады. Өзіңіз комедиялық жанрды ұнатқаныңызбен, бірақ оны орындауға, сомдауға
батылың жете бермейтінін айтасыз. Сонда қиын болған ғой, комедиялық жанрлар? Бір актерлар болады, өзі неге жақын. Табиғат соған келеді. Табиғат соған келіп тұрады. Комедияға менің табиғатын білмеймін, мен өмірде ылғи айтатын. Сосын бізді оқытқанда, бізді жанрға бөлгенде сен герой, любовник деп айтатын. Солай. Сондықтан да біз соған бейімделіп кеттік пе, әлде соған сендік пе? Мен өзімді комедияға тіпті бармын ау деп ойлаған жоқпын да. Мен комедияны ойнай аламын деп. Бірақ та мына Орысхан ағамыз Кенебаев, өзіміздің театрдың актері, режиссері мықты. Сол ағамыз мені шақырып алып айтты: айналып қана кетейін, баяғыда мен саған осы қазақшаны қалай тез мына жаттығу, тілді үйрету дегенді айтып едім ғой. Иә, ол кісі сол айтқан. Абай жолын алып, дауыстап оқи бер. Түсінесің бе, түсінбейсің, түсінбеген жерін жазып ал деп. Сол қызықтар бар. Ол студенттік кезде. Ал енді кейін мына келгеннен кейін, жұмыс істеп жүргеннен кейін, біз Тузда да жұмыс істедік бірге. Содан кейін менің қабілетімді білемін. Содан кейін айтты: Бақтияр, мен саған осылай, мына Михаил Задорновтың «Күйеуің сатыңызшы» деген комедияны саған осы сеніп берейін деп тұрмын. Ойбай, аға, қойыңызшы, мен комедия, бірде-бір комедияны шынымды айтайын, ойнаған жоқпын. Жоқ, мен ойнай алмаймын, шығара алмаймын дедім. Ой, маған сенесің бе? Сізге сенемін. Онда бітті. Онда екеуміз жабылып жұмыс істейік. Сөйтіп сол ағамызға рахметімді айтамын, мені комедияға тығып жіберді. Қазір Құдайға шүкір, комедиясы, мына «Күлеміз бе, жылаймыз бе» деген комедия қазір бар бізде. Мен де сонда ойнаймын, Данагүл екеуміз, Темір Сұлтанова. Сөйтіп, ақырында біртіндеп сол комедияға көштік. Қай жанрға икемділігіңізді өзіңіз білмейтін болып тұрғансыз ғой? Біз білмейміз негізінде, актер білмейді екен. Ішкі жан дүниеңіз нені айтады қазір? Мысалы, қандай жанрдағы? Қазір ішкі дүнием айтады, қандай жанр болса да, мелодрама, драма болсын, трагедия болсын, комедия болсын. Ол мына неге байланысты шығар? Актердің жинаған өзінің адам болсын, актер болсын, бір керемет тамаша мына өмірден жинайтын несі бар ғой өзі? Тәжірибесі бар ғой. Сол тәжірибеге байланысты екен. Адамды қоғам тәрбиелейді. Сіздер сахнада жүргендіктен, сахнадағы әрбір қойылымның артында үлкен тағдыр жатыр. Неше түрлі кейіпкерлер бар. Сіздің жеке өміріңізге, болмысыңызға қаншалықты әсер етті? Не үйрендіңіз театрдан, сахнадан? Театрдан көп нәрсе үйрендім, өйткені мына киномен салыстырғанда, кино түсесіңде сені ұмытып кетеді. Ал театр ол ұжым, бұл үлкен жанұя. О жақта аталарымыз бар, әжелеріміз бар, апаларымыз бар, іні бауырларымыз бар, құрдастарымыз бар өзімізбен бірге. Сондықтан да бұл театр, мынау ордасы, бұл жанұялық орда. Сондықтан да сен сәл ғана мына сызықтан аттап, өзіңді өзің басқаша көрсете бастасаң, бері кел, тоқта дейді. Не болды дейді. Көрдіңіз бе? Ол ағалық, аталық, аналық тәрбие. Бізде солай тәрбиеленеді. Бізде қазір кішідей тәрбие жақсы көреміз. Жастар бізді үлкендей сыйлайды. Бізде ұжым. Сондықтан да менің алғаным театрдан бұл өмірлік тәжірибе деп айтсам, және де мына жанұяда көрілмаған бір қасиеттерімді, жақсылықтар, не болмаса анадан алынмаған, әкеден алынмаған бір керемет тамаша жылылықты, махаббатты, сосын бір-бірімізге деген ибалықты, инабаттылықты көрдім. Соған үйрендім мен. Адам қып тәрбиелейді дейсіз? Әрине. Бізде мына әншілер де олар жеке шығады, оларда достар болуы мүмкін, бірақ та үлкен ұжым жоқ. Бізде үлкен ұжым, көрдіңіз бе? Сахнадағы әрбір қойылымдардың өзінің ерекшелігі болады. Сіздің жастық дәуреніңіз артта қалғанымен, актер ретінде көрерменге беретін дүниеңіз әлі алда. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Құда қаласа, Алла жақсы. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Айтқаным есімде. Қадірлі көрермендер, кешкі қонақ бағдарламасында қонақта болған белгілі актер Бақтияр Қожа. Сау саламат болыңыздар.
ғой